Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, себебі көптеген видеоларды бірінші көру үшін. Бүгін мен сіздермен осындай жұмсақ, дәмді нанның рецептін көрсететін боламын. Бірінші кезекте мен айранмен істейтін боламын. Айранымызды құйып аламыз. Үстіне 1 чайный ложка ас қасық шекер және де тұз салып, және кішкентай дрожь салып, үстінен су құятын боламыз. Барлығын мөлшерін жазып кетемін. Және де растительный масло құямыз. Азырақтан ұн сала отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Жай-жайдан саламыз. Бірден салсаңыздар, нан қатты болып қалуы мүмкін. Осылай азген-азгенеден салып, жұмсақ осында қамыр илеп, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. 1-1,5 сағаттай тұрады. Енді кезек, міне нанымыз ашыды. Нар жақта серпеш немесе өзіңіз қалауынша газ қосып, осылай табамызға кішкене бөлшектерге бөліп, нанымызды жасап қоямыз. Жасалған нан 10-15 минут тұру қажет, себебі көтерілу үшін. Көтерілген нандарымызды бетіне жұмыртқа жағып, осылай жұмыртқамызды дайындап аламыз. Жұмыртқамызды жағып, өз қалауыңызша сәндесеңіз болады. Мен осылай өзім сәндемін, осы ұнайды, шет-шетін басып, және де осылай сетка, яғни 4 бұрышты етіп басып шығамын. 30-35 минуттай пісіріп аламын. Міне осындай қып-қызыл әдемі нандарым дайын болды. Сізге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.